Бұл маска видеолап сериясының маскасы. Көпірғаныздар және жап жасалған болып, не бетім бәрі пен қармен бөлініп жатыр екен. Бұл маска өте теріні нәрлендіреді біріншіден, екіншіден өте тереңнен тазартады. Кожада егер де сіздерде порлар, яғни не болса, кеңейген болса, қара точкалар болса, бетте дақтар болса жақсы кетіреді. Көріп тұрғаныздар, тамаша. Күлуге болмай, көргім келіп тұр өзім түріме қарап. Кішкене шыдай тұру керек. Бұл масканы 10-15 минут ұстауға шейеді. Қарап отырғаныңыздай бетім өте тамаша бір ровный дейді ғой, бір қалыпты, бір келкі болып қалды. Қазір бет деген бұл масканы қолданғаннан кейін өздеріңіз көргендеріңіздей, жаңағы видеода мен көрсеттім, масканы шешкеннен кейін бетте қалған пенканы жаясыздар да бетке дейін массаж жасайсыздар. Массаж жасағаннан кейін беттеріңізді ары қарай сумен шайып тастайсыздар. Бұл масканы қолданғаннан кейін керемет бір әсер аласыздар. Кожаларыңыз бәрі демалып тұрады. Бұл мен масканы әсіресе кешкі жақын жұмыстан кейін жатар алдында қолдануға кеңес беремін. Өте сирек жатасыздар. Тамаша ұйықтайсыздар, таңертең кожаларыңыз сіздерге рахмет айтады. Және бұл маскалардың бірнеше түрі бар. Ол ең бірінші фольгированная маска, яғни фольгадан жасалған маска. Ол увлажняет етеді және питание береді, яғни нәрлендіреді кожаны. Келесі древесный уголь, яғни древесный угольмен жасалған маска, қара болады сырты. Ол маска жаңағы матировать етеді кожаны. Одан кейін лифтинг и сияние деген бар. Ол гелевая маска. Ең аяқ және мен қолданған, және бетті очищать етіп, яғни увлажнять ететін маска жаңағы зеленый чаймен сахар тростниковая, содан жасалған масканы қолдандым. Beauty Lab сериясы өте керемет линейка компанияны шығарып отырған. Бұл линейканың кремдері де маскаларда тамаша нәтиже береді.